Саламатсыздар ма, құрметті вебинар тыңдармандары? Егер менің даусым естіліп тұрса, сіздер плюс деген белгі беріп жіберсеңіздер. Рахмет. Онда бүгінгі вебинарымызды бастай берейік, Рахмет. Біз Шымкент қаласындағы педагогикалық шеберлік орталығының тренері Роза Гайдаровна әріптесім екеуміз мұғалімдердің тәжірибесінде жалпы сапалық және сандық деректерді жинау барысында біршама қиындықтарға кезігетінін аңғардық. Соның нәтижесінде бүгінгі біздің тақырыбымызды іс-әрекеттегі зерттеуде сапалық және сандық деректерді жинау деп алып отырмыз. Және осы вебинарымыздың мақсаты сіздерге, яғни мұғалімдерге зерттеу барысында сапалық және сандық деректерді жинау әдістерін ұсыну болып табылады. Бүгінгі вебинарымыздың соңында біздің күтілетін нәтижеміз мұғалімдер деректерді жинау әдістерін саралай отырып, сіздер өз зерттеулеріңізде тиімді қолданатын боласыздар деп күтеміз. Алдымен, мен сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. Сапалық деректер дегеніміз не? Және сапалық деректерді өз тәжірибелеріңізде қалай қолданып жүрсіздер? Қысқаша, нұсқаша, оң жақтарыңызда чат бар, сол жерге өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіп отырсаңыздар. Жалпы сапалық деректерді қалай түсінесіздер? Біраз белсендірек болсақ, әріптестер. Әріптестік, осы жерге жазып отырсаңыздар ойларыңызды. Зерттеу тақырыбына қатысты деректер дейді Сәуле апай, рахмет сізге. Жарайды, олай болса, сапалық зерттеулер туралы өзіміздің теориялық білімімізбен бөлсек, сапалық зерттеулер ол алғашқы ақпарат көздерінен алынған деректерді жинау және талдауды қамтиды. Сапалық зерттеулердің әдістері адамдардың мінез құлқының сандық емес, сапалық ерекшеліктерін анықтауға бағытталған. Егер де сандық зерттеулер қанша деген сұраққа жауап беретін болса, сапалық зерттеулеріміз арқылы біз неге, не себепті деген сұрақтарымызға жауап ала аламыз. Енді сапалық зерттеулер әрине сапалық деректерден тұрады. Сапалық деректер дегеніміз сандардан емес, талдауды қажет ететін хабарлы деректерден тұрады. Хабарлы деректерді әртүрлі пішіндерде, әртүрлі көздерден ала аламыз. Оның біріншісі, яғни жеке сұхбат кезінде, құжаттарды, есептерді қарау кезінде алынатын мәліметтер, бақылаудың негізінде жүргізілетін жазбаша ақпараттар, фокус топтардың сұхбаттасуы, үйлестірушінің немесе бақылаушының толық ұғындырулары мен ескертпелері дейміз. Біз тағы да сапалық деректерге, сапалық зерттеулерге оралатын боламыз. Дегенмен одан алдын жалпы сіздердің сандық деректер туралы өздеріңіздің ойларыңызды білсек, осы ниетте сандық деректер дегеніміз не, оны және өз тәжірибелеріңізде қалай қолданасыздар, осы жайында кішкене қысқаша ғана өз ойларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер. Сандық деректерді қалай түсінесіздер, немесе сандық зерттеуді? Әріптестер бар ма екен өз ойларымен бөлісетін? Сіздер жалпы вебинар аясында өз ойларыңызбен бөлісіп отыра берсеңіздер болады. Біз бәрібір сіздердің жауаптарыңызға кері оралатын боламыз. Алынған мәліметтер есебі. Рахмет үлкен. Олай болса, ары қарай жалғастырайық. Сандық зерттеулер алғашқы деректерді жинау және талдауды сипаттайды. Бұндай зерттеулер нақты статистикалық сандық деректер қажет болғанда жүргізіледі. Сандық зерттеулер әдісінің негізінде нақты математикалық және статистикалық модельдер жатыр. Нәтижесінде зерттелетін көрсеткіштердің нақты сандық мәндеріне ие боламыз. Ал енді осы тұста сандық деректер туралы айта кетсек, сандық деректер бұл зерттеу сұрағы бойынша нақты, объективті сандық мәліметтерді қамтиды. Бұл мәселе бойынша анализ, мониторинг жасауға мүмкіндік береді және проблема мен оның туындау себебін сандық мәнмен көрсетеді. Олай болса, енді жалпақ тілмен түсіндіруге тырысайық. Егер сіз елестетіп көріңіз, өзіңіздің жұмыс істейтін мекемеңізде, немесе өзіңіздің жұмыс істейтін мектебіңізде оқитын барлық балалардың сіз күйзеліс деңгейін сандық мөлшерде анықтағыңыз келеді.
Мәселен, олар мүлдем күйзеліске түспейтін болса, 0-мен белгілейік, олар күйзелістің ең жоғарғы деңгейі болса, 10-мен деп алайық. Өзіміз сандық мәндерді солай қояйық зерттеуші ретінде. Бір мектепте шамамен алғанда 600-700 оқушы оқиды, немесе 200-300 оқушы. Тіпті жоғарғы күйзеліске жиі түсетін жоғарғы сынып оқушыларын алған күннің өзінде олардың саны 150-ден асуы мүмкін. Осы кезде біз әрине сандық зерттеуді қолданғанымыз дұрыс болады. Өйткені бұл жерде сандық зерттеу арқылы біз сауалнама жүргізу арқылы оқушылардың осынша үлкен ауқымдағы оқушылардан күйзеліс деңгейі жайлы нақты ақпарат жинай аламыз. Яғни сандық ақпарат жинай аламыз. Ал енді осы жерде біз осы күйзеліске оқушылардың не себепті түсетіндігін терең үңіліп, оны зерттегіміз келсе, онда дәл осы тақырыпты сапалық зерттеуде жасауымызға болады. Ал енді сапалық зерттеуге өткен кезімізде біз жаңағы оқушының саны немесе ол мекемедегі қызметкерлердің санын өте үлкен көлемде ала алмаймыз. Өйткені бұл жерде сапалық зерттеуде әртүрлі сұхбаттар жүргізіледі, тереңдетілген сұхбаттар жүргізіледі. Бұл жерде 10-15 адаммен сұхбат ала отырып, сол мәселенің ішіне терең үңілуімізге мүмкіндік ашылады. Келесі жағдай, көбінесе бізде ішкі жиынтық бағалау және сыртқы жиынтық бағалау бар. Егер бұл терминмен барлықтарыңыз таныссыздар деп ойлаймын. Ішкі жиынтық бағалау көбінесе біздің мектептің өзі, немесе мұғалімдердің өзі құрастырып, оқушылардан алатын жиынтық бағалау. Ал сыртқы жиынтық бағалау дегеніміз, көбінесе ол қалалық білім басқармасынан, немесе облыстық білім басқармасынан келетін емтихандар. Сол кезде оқушылар ішкі жиынтық бағалаудан көбінесе 5-4 деген жақсы бағалар алып жүріп, сыртқы жиынтық бағалауларда төмен баға алып қалатын болса, осы екі бағалаудың арасындағы пайыздық алшақтықты сіз санағыңыз келеді, немесе мектеп басшылығы білгісі келеді. Осы тұста әрине бір мектепте оқитын 600-700 немесе одан да көп оқушының жаңағы екі бағалаудың арасындағы нәтижелерінің арасындағы пайыздық алшақтықты есептеу үшін бізге сандық зерттеу қажет болады. Енді егер сандық зерттеу арқылы алшақтықты есептесек, яғни ішкі жиынтық бағалауда бала өте жақсы көрсеткіш көрсетіп, сыртқы жиынтық бағалауда ол төмен көрсететін болса, осының себептері не? Алшақтық себептері не деген жағдайға жауап іздеу мақсатында біз сапалық зерттеуімізді жүргізуге болады. Осының нәтижесінде біз мәселеге терең үңіліп, сапалық зерттеуімізді ары қарай жалғастыруға мүмкіндік аламыз. Енді қазір осы жерде біз кішігірім жаттығу жасап жіберсек, мен сіздерге сапалық және сандық зерттеудің зерттеу құралдарын ұсынып отырмын. Біз сапалық зерттеуді 1 санмен белгілейік, сандық зерттеуді 2 деген санмен белгілейік. Мен сіздерге зерттеу құралдарын айтып отырамын. Мәселен, бақылау, ол сапалыққа жататын болса 1 деген санды жазсаңыздар, ал сандыққа жататын болса 2 деген санды жазсаңыздар, әріптестер сіздерден белсенді болуды сұраймыз. Ал кеттік. Бақылау. Бақылау. Рахмет, Нұрайылым. Кешіріңіздер, менің көзім көрмей отыр. Егер қателесіп оқысам, сауалнама, 1 дейді. Рахмет. Тереңдетілген сұхбат, ары қарай жүреміз. 1. Құрылымдалған сұхбат. Ары қарай кеттік. Жартылай құрылымдалған сұхбат. Ұлпан 1 дейді. Рахмет сізге. Диалогтық сұхбат. Айжан. Диалогтық сұхбат 1 дейді, рахмет. Топ және жеке құжаттарды талдау. Сапалыққа жатса 1, сандыққа жатса 2 деген нөмірді жасап. Сәуле апайымыз 1 дейді, рахмет сізге. Тест. Тесттер қай зерттеудің түріне жатады екен? Тест. Ұлпан 2 дейді, рахмет сізге. Және визуалды құжаттарды талдау. Визуалды құжаттар дегеніміз фотосурет, фильмдер, видеофильмдер. Оны сіздер қай зерттеудің түріне жатқызасыздар? 1 немесе 2? 1. Сұлтан, Айжан 1 дейді, рахмет сіздерге әріптестер. Олай болса жауабына келейік. Дұрыс айтасыздар, барлықтарыңыздың жауаптарыңыз дұрыс. Сапалық зерттеудің түрлеріне мына зерттеу құралдары жатады екен. Бақылау, тереңдетілген сұхбат, құрылымдалған сұхбат, жартылай құрылымдалған сұхбат, диалогтық сұхбат,
топ, жеке құжаттарды талдау, визуалды құжаттарды талдау, фотосурет, фильм және видеофильмдер. Ал сандық зерттеулерге сауалнама жүргізу және тест алу жатады екен. Рахмет, әріптестер, белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Олай болса, келесі сұрақтарға да дәл осындай қарқынмен, дәл осындай белсенділікпен қатыссақ екен. Сұхбаттың сіздер жалпы қандай түрлерін білесіздер? Сұхбаттың қай түрмен таныссыздар өздеріңіздің тәжірибелеріңізде? Осы сұраққа жауап бере кетсеңіздер. Әріптестер, сіздерден күтеміз. Сұхбаттың қандай түрлерін білесіздер? Жалпы бұл жерде дұрыс немесе бұрыс жауап деген жоқ. Өздеріңіздің ойларыңызбен диалогтық дейді Ұлпан. Рахмет сізге Ұлпан. Арайлым диалог дейді. Тағы қандай түрлерімен таныссыздар? Жарайды, олай болса ары қарай жалғастырайық. Сұхбаттың түрлеріне келсек, жалпы білім саласындағы кез келген зерттеуде, оның ішінде сапалық зерттеуде біз сұхбаттарды қолданамыз. Былайша айтқанда интервью деп айтамыз. Оның бірінші түрі сарапшылық сұхбат. Бұл жерде сарапшылық сұхбатқа келетін болсақ, оның өзінің аты айтып тұр. Сарапшы деген тіл сөзден құралып тұр. Сарапшы дегеніміз эксперт, яғни қандай да бір салада, қандай да бір саланың маманы десек болады. Сол салада өзінің білімі өте толық, сауатты, сол саланы меңгерген адамды біз сарапшы деп айтамыз. Олай болса, мәселен, сіздің зерттеуіңіздің тақырып аймағы қай жақта? Мәселен, сіз білім саласындағы реформаларды зерттеп жатыр деп елестетейік. Сіз ол кезде көшеден өтіп бара жатқан кез келген адамды тоқтатып, ол туралы сұрай алмайсыз ғой. Өйткені ол тақырыпта реформалар жайлы сізге сұхбат беруші адамның қандай да бір білімі болу қажет, қандай да бір тәжірибесі болу қажет. Егер сіз өзіңіздің тақырыбыңызға, зерттеп отырған тақырыбыңызға мүлдем қатысы жоқ адамдардан сұхбат алатын болсаңыз, әрине сіздің зерттеуіңіздің нәтижесі оңды нәтиже бере қоймаса керек. Сондықтан өзіңіздің таңдап отырған зерттеу аймағыңызға байланысты ол бағалау болуы мүмкін, ол жаңағы бағана айтып өткен оқушылардың күйзелісі болуы мүмкін. Сол тақырып аясындағы сарапшы мамандармен жүргізілетін сұхбат. Мәселен, егер сіздің зерттеу тақырыбыңыз оқушылардың күйзеліс деңгейі болса, сарапшы ретінде кімнен сұхбат алар едіңіз? Өз ойларыңызды жылдам жаза қойсаңыздар. Күйзеліс тақырыбында оқушылардың күйзеліс деңгейі, сарапшы ретінде кімді таңдар едіңіз сұхбат алуға? Әріптестер, ойларыңызбен бөлісіп отырсаңыздар. Мәселен, біз психологты таңдар едік, өйткені оқушылардың эмоционалды көңіл күйі талданатын болғандықтан дұрыс айтты. Арайлым психолог дейді. Дұрыс, Арайлым сізге рахмет. Бұл жерде біз психологты таңдар едік. Ал егер реформалар жайлы зерттейтін болсақ, әрине біз ол кезде сол саладағы саясаттанушыларды, ғалымдарды немесе министрлікте жұмыс жасайтын мамандармен сұхбаттасар едік. Екінші сұхбаттың түрі фокус топтық сұхбат. Психолог дейді Ұлпан, рахмет сізге Ұлпан. Топ құрамында, фокус топтық сұхбатта бізде топ құрамында 10-15 адам болады. 10-15 адамнан аспайтын зерттеу тақырыбына тікелей немесе жанама қатысы бар топпен біз дөңгелек үстел ретінде сұхбат өткізсек болады. Бұл сұхбаттың мақсаты өзіңіз зерттеп отырған мәселеңізге қатысты бір топтың, яғни өзіңіз таңдап алған фокус тобыңыздың көзқарастары мен ой пікірлерін анықтау болып табылады. Мәселен, егер мен 10-11 сыныптар жасөспірімдік кезеңде аяқ басатын болғандықтан, сол сәттегі оқушыларды зерттейтін болсам, мен дәл сол жастағы 10-15 оқушыны таңдап алып, сол оқушылармен өзімнің фокусыма байланысты сұрақтар қойып, олардың көзқарасындағы ұқсастықтарды немесе алшақтықтарды айқындай аламын. Сұхбатымыздың келесі түрі тереңдетілген сұхбат. Бұл жерде де өзінің аты айтып тұрғандай, тереңдетілген сұхбат терең деген кілт сөзден құралып тұр. Олай болса, бұл жерде сұхбат беруші немесе жоқ деген өте қысқа жауаптар бере алмайды. Бұл жерде тақырыптың аясына терең бойлай арқылы, сол тақырыпта оның терең жауаптарын, оның ой тұжырымын білу үшін, оның белгілі бір тұжырымның не себепті қалыптасқанын анықтау мақсатында жекелеген сұхбаттарды жүргізсек, бұл тереңдетілген сұхбат болып саналады. Ары қарай кеттік. Енді мен сіздерге сұхбат сұрақтарын бергім келіп тұр.
үш сұхбат сұрағы берілген, мына жерде көріп тұрсаңыздар. Соның әрқайсысына сіз сұхбат түрінің қайсысын таңдар едіңіз деген менде сұрақ сіздерге. Әріптестер, белсенді болуға шақырамын. Бірінші сұрағым, қазіргі таңдағы білім саласындағы соңғы реформалардың педагог біліктілігіне тигізер әсері қандай? Осы сұраққа сіз қандай сұхбат түрін қолданар едіңіз? Кішкене белсендірек болсақ, әріптестер. Екінші сұрағымыз, жаза беріңіздер оң жақтағы чатқа жауаптарыңызды. Екінші сұрағымыз, 10-11 сыныпта жасөспірімдердің үнемі сабаққа кешігу себептері. Ұлпан, еркін сұхбат дейді. Жаңа біз айтып кеткен сарапшылық сұхбат, фокус топтық сұхбат және тереңдетілген сұхбат дедік. Соның қайсысын қолданған дұрыс болатын еді? Ашық сұхбат дейді Динара. Динара, жауабыңызға рахмет. Дегенмен біздің айтып өткен сұхбаттарымыздың ішіндегі сұхбаттың үш түрін алдық қой. Соның ішінде қайсысы? Сарапшылық дейді Айжан. Айжан, сізге үлкен рахмет. Сарапшылық деген жауап келді бізге. Тереңдетілген, Жансұлу. Рахмет. 10-11 сыныпта жасөспірімдердің үнемі сабаққа кешігу себептері не деп ойлайсыз деген сұраққа қандай сұхбат түрі дұрыс болар еді? Ашық сұхбат дұрыс дейді. Сарапшылық сұхбат. Жасөспірімдік шақта оқуға деген мотивацияның төмендеуіне қандай факторлар әсер етуі мүмкін? Тереңдетілген сұхбат. Жансұлу, сарапшылық сұхбат дейді. Әлсейет ашық сұхбат деп отыр. Рахмет сізге. Арайлым, тереңірек сұхбат дейді. Әріптестер, рахмет жауаптарыңызға. Әрине, бұл сіздің зерттеуіңіздің мақсатына байланысты. Мәселен, бірінші сұраққа келетін болсақ, білім саласындағы реформалардың педагогке әсері. Бұл әсерді білу үшін алдымен ол сізге сұхбат беруші адам реформа деген сөздің өзін түсіну керек. Ол реформалардың қазір қандай күйде жүргізіліп жатқанын білу керек, қандай формада еніп жатқанын білу қажет. Олай болса, сіздер айтып өттіңіздер ғой, жаңағы сарапшылық сұхбат деп. Сарапшылық сұхбат бұған дұрыс келер еді. Бірақ бұл дегеніміз бұл сұрақтарға тереңдетілген немесе фокус топтық сұхбаттарды жүргізе алмаймыз дегенге саймайды. Сапалық зерттеуді жүргізген кезіңізде сіз сұхбаттың бір ғана түрін жүргізу деген шектеу қойылмаған. Сіз өзіңіздің қызығушылығыңызға қарай, өзіңіздің мақсатыңызға қарай сұхбаттың кез келген түрін жүргізуіңізге болады. Мәселен, 10-11 сыныптағы жасөспірімдердің сабаққа кешігу себебін зерттегіңіз келсе, сол сыныптарда оқитын 10-15 оқушыдан тұралған фокус топтық сұхбат жүргізсеңіз болады. Соның арқасында сіз бұл сыныптағы оқушылардың жалпы себептерінің арасындағы ұқсастықтарды немесе алшақтықтарды біле алатын боласыз. Ал енді жасөспірімдік шақта оқуға деген мотивацияның төмендеуіне әсер етуші факторларды тереңнен зерттегіңіз келсе, бұған тереңдетілген сұхбатты қолдануыңызға болады. Ал егер бұл мотивацияның төмендеуін сарапшылық көзқараспен қарағыңыз келсе, әрине сарапшылық сұхбатты жүргізуіңізге болады. Яғни бұл сіздің қатып қалған қағида емес, сіздің өзіңіздің зерттеуіңізді қандай мақсатпен жүргізіп жатқаныңызға тікелей байланысты болады екен. Келесі сұрақ, сапалық және сандық деректердің қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар деп ойлайсыздар? Тағы да әріптестер белсенді түрде өз ой пікірлеріңізбен бөлісіп отырсаңыздар. Жалпы сапалық деректердің қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар, және сандық деректердің қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Өздерін еркін ұстауы оқушылардың дейді. Рахмет. Бұл сұхбат кезінде деп отырсыз, Айгерім, дұрыс па? Сапалық сұхбат кезінде, сапалық зерттеу кезінде, сұхбат жүргізу кезде оқушылар өздерін еркін ұстай алады дейді Айгерім. Рахмет пікіріңізге. Тағы кім қандай пікір жазар екен әріптестер? Әрбір зерттеудің қандай артықшылықтары мен кемшіліктерін білесіздер? Адам өмірінің ерекшеліктері дейді Динара. Рахмет, Динара, ойыңызбен бөлісіп отырғаныңызға. Әріптестер, тағы да ойларыңыз болса, Ұлпан сандық сұхбатта өзін еркін ұстайды дейді. Ұлпан, сіз сапалық деп айтқыңыз келген болар. Өйткені сандық, мен бағана вебинарымның басында айтып өткенімдей, сандық зерттеу кезінде біз көбінесе тесттер мен сауалнаманы қолданамыз. Ал сұхбаттарда біз сапалық зерттеулерде бір мәселені тереңнен түсіну үшін қолданады екенбіз. Олай болса, сіз сапалық зерттеулерде сұхбатта адамдар өзін еркін ұстайды деген пікірге келген боларсыз. Рахмет сізге, Ұлпан, өз ойыңызды білдіргеніңізге. Біз онда ары қарай кетейік.
Барлықтарыңыз әріптестер өте құнды пікірлер айтып жатсыздар. Айжан, сапалық зерттеулердің артықшылықтары толық мәліметтер жинақтауға болады деп ойлаймын дейді. Жансұлу, барлық нәрсенің сапалы болғанын қалаймыз дейді. Рахмет үлкен. Олай болатын болса, сапалық зерттеулердің артықшылықтарына келейік. Вебинардың басынан бастап айтып өткенімізде, сапалық зерттеудің бірінші артықшылығы зерттеу төңірегіндегі мәселеге сіз терең бойлайсыз. Мәселенің қыр-сырын терең ұғынасыз. Одан кейін зерттеу қатысушыларының ой пікірлерін, ұстанымдары мен тұжырымдарын терең түрде анықтайсыз. Өйткені сіздің бір сұхбатыңыздың өзі 30-40 минутқа, тіпті кей кездері 50-60 минутқа дейін созылуы мүмкін. Ол кезде сіз сұхбат берушінің ойын, тұжырымын, оның ішіндегі сезімдерін, ол туралы көзқарасын терең ұғынуыңызға мүмкіндік туындайды. Дегенмен кемшіліктеріне келсек, кемшіліктері деректерді талдау барысында субъективтілікке бой ұрдыру. Мәселен, сіз зерттеуші болып бір тақырыпқа келген кезде, сіз сыртқы адамсыз. Яғни сіз ол мәселе төңірегінде өзіңіздің ойыңыз тек сыртқы адамның көзқарасы ретінде болуы тиіс. Сіз ол пікірге объективті түрде қарап, өзіңіздің зерттеуіңіздің қорытындысын алған сұхбаттарыңыздың нәтижесінде жасайсыз. Ал дегенмен, мәселен, мен сабақ оқушылардың мотивациясының деңгейі төмендеуінің себебі мынандай болуы мүмкін деп зерттеуші ретінде басында өзімнің тұжырыммен келсем, мен өзімнің ойыма бой ұрдыра отырып субъективтілікке бару қаупі туындайды. Осы тұста зерттеушінің зерттеу аясында өте сауатты болған дұрыс болады екен. Екіншіден, зерттеу деректерін талдауда нақтылық жетіспейді. Яғни біз көбінесе сұхбатқа сүйенеміз, сандық зерттеу сияқты нақты статистика болмайды, сондықтан кейде нақтылық жетіспей жатады екен. Және үшіншіден, зерттеу қатысушыларының жауаптарының шынайылығын тексерудің әлсіздігі. Әрине бізде зерттеу қатысушыларын таңдаған кезде олар сұхбат беруге келіседі. Дегенмен сұхбат беруге келіскендігімен сұхбат беру барысында олар кейбір сұрақтарға шынайы жауап бермеуі мүмкін. Ол әртүрлі факторларға байланысты болады. Анонимді түрде өткен күннің өзінде кейбір әріптестер өзінің ойымен ашық түрде бөлісуге кейбір қауіптерді сезіне отырып бармауы мүмкін. Сондықтан бұл тұста біз шынайылықты тексеруге кішкене әлсіздік байқайды екенбіз. Сандық зерттеудің артықшылықтарына келсек, ол жоспарлауға және жүргізуге жеңіл болады. Өйткені біз мұнда сауалнаманы мәселен бір уақыттың ішінде онлайн немесе жазбаша түрде 600-700 адамға дейін жүргізе беруімізге болады. Бұл жерде біз әр оқушымен немесе әр зерттеу қатысушымен сапалық зерттеудегідей 30 минут, 40 минут сұхбат жүргізіп отырмаймыз. Бұл жерде жаңа сауалнамамызды жүргізуіміз жеңілірек болады. Және сандардың және статистиканың нәтижесінде нақты тұжырым жасауға мүмкіндік аламыз. Және статистикалық деректерді талдауда қазір неше түрлі заманауи бағдарламаларымыз бар дамыған. Мен оны вебинар соңында айта кетемін. Сол бағдарламалар арқылы өте жылдам түрде біз мәліметтерімізді талдай аламыз. Яғни деректерді жинағаннан кейін деректерімізді оңай түрде талдай аламыз. Сандық зерттеудің кемшіліктеріне келетін болсақ, бұл зерттеу деректерін талдау барысында, зерттеу саласымен қатар статистикамен жұмыс жасау барысында зерттеушінің жоғары құзыреттілігін талап етеді. Мәселен, қазіргі таңда шетелде болсын, өзіміздің Қазақстанның дамыған университеттері болсын, зерттеу базалары, бұлар сандық зерттеуді жүргізген кезде, әрине сандық пайызды, сандық алшақтықты есептейтін болғандықтан математикалық білімді талап ететін және математикалық есептерді шығаратын SPSS бағдарламасын қолданады. SPSS бағдарламасы қазіргі таңда өте дамыған елдерде жалпылама сандық зерттеулерде қолданылып жүр. Дегенмен, егер зерттеуші осы бағдарламаны дұрыс қолдана алмайтын болса, ол сандық пайыздарды немесе корреляцияны, алшақтықты дұрыс есептеп шығара алмауы мүмкін. Сондықтан да, мәселен, сіз алдыңғы айтып кеткен оқушылардың күйзелісінің деңгейін 700 оқушыдан алдыңыз сауалнама арқылы, дегенмен сіз бұл бағдарлама арқылы ары қарай деңгейді есептеп шығаруыңыз қажет. Соның нәтижесінде осы бағдарламаны жақсы білу арқылы сіз әрине оңды нәтижелерге қол жеткізе аласыз.
Енді мен сіздерге бір жағдай бергім келіп отыр. Жоғарғы сынып оқушылары үнемі сабаққа кешігіп келеді. Соңғы кездері тіпті мотивациялары да төмендеп кеткен. Осы мәселе төңірегінде мұғалім ретінде, сынып жетекші ретінде сіз зерттеу жүргізуді қолға алып отырсыз. Сіз зерттеу құралдарының, кешіріңіз, сапалы зерттеу жүргізуді қолға алып отырсыз. Сандық емес. Мұғалім зерттеу құралдарының қай түрін қолданғаны дұрыс осы жерде. Яғни біз сапалы зерттеудің құралдарын қараймыз, және сұхбат жүргізгенде қатысушы ретінде кімді таңдаймыз? Зерттеу қатысушылары ретінде кімнен сұхбат алар едіңіз деген сұраққа өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетсеңіздер. Әріптестер белсенді түрде, егер өзіңіз сынып жетекші ретінде елестетіп көріңізші өзіңізді. Сол кезде сіз оқушыларыңыздың сабаққа кешігіп келе беруі және олардың мотивациясының төмендеп кетуі, осы мәселені зерттеп сіз бір нәтижеге қол жеткізгіңіз келеді. Сол кезде сіз сапалық зерттеуді жүргіземін деп шештіңіз. Сіз қай құралдарын алатын едіңіз? Қай құралдарын таңдайтын едіңіз? Және кімдерден сұхбат алар едіңіз? Кәне, кішкене көрінбей қалды. Так, Айжан жазды. Диалогтық және тереңдетілген сұхбатты таңдар едім дейді. Рахмет, Айжан. Сәуле жазды. Сәуле апай, сұхбатты ата-анадан, оқушыдан, жалпы сыныптан алатын едік дейді. Рахмет жауаптарыңызға, әріптестер. Жалпы бұл жерде өте жақсы жауаптар келіп отыр. Яғни сіздер, Сәуле апай, мүмкін сауалнамада болар дейді. Рахмет сізге. Тағы да жауаптарыңыз болатын болса, осы оң жақтағы чатқа жазып отыра беріңіздер. Біз ары қарай кетейік. Жалпы осы жағдайда біз сіздердің мына жауаптарыңыз ұнады. Бір ғана зерттеу құралын емес, бірнеше зерттеу құралын айтып жатқан едіңіз. Өзім сұхбатқа түсер едім. Рахмет сізге, Жансұлу. Өзіңіз де сіз сұхбатқа түсіп көрер едіңіз. Мұсылман жазыпты. Оқушы үнін тыңдап жұмыс жүргізу, өте дұрыс айтасыз. Осы жерде жалпы әріптестердің бір ғана зерттеу құралын емес, екі зерттеу құралы. Мысалы, Айжан жазды, диалогтық және тереңдетілген сұхбатты алар едім деп жазыпты. Мәселен, Сәуле апайымыз жазып отыр, сұхбатты жалпы тек қана оқушыдан емес, мен ата-анадан да және жалпы сыныптан да аламын деп отыр. Мәселен, осы тұста егер біз ата-анадан тереңдетілген сұхбат алайық деп елестетейік, оқушыдан да тереңдетілген сұхбат алайық деп елестетейік, және жалпы сыныптан фокус топ сұхбатын алсақ болады. Біз бұны не үшін қажет етеміз? Неліктен біз сұхбаттың бір-ақ түрін қолданып қоя салмаймыз? Неліктен біз осы сұхбатқа бір-ақ адамды, оқушыны ғана қатыстырып қоймаймыз? Неліктен біз оған ата-ананы шақыруымыз керек? Немесе жалпы сыныпты қосуымыз керек? Осыған келетін болсақ, әрине бұл сұрағымызға мынадай жауап. Триангуляция деген жауап келеді. Динара, зерттеушілік әңгімені алуға болады дейді. Үлкен рахмет сізге, Динара. Триангуляция, ағылшын тілінде triangle деген термин бар, біле білсеңіздер, ол үшбұрыш деп аударылады. Яғни, бұл жерде біз зерттеу жасаған кезде, қандай да бір зерттеудің ақиқатына жету үшін, және тұжырымымыз нақты болу үшін, зерттеу көздерінің біреуін ғана емес, екеуін немесе одан да көп, үшеуін, төртеуін деген сияқты дерек көздерін таңдау, немесе сұхбат алушылардың бір ғана тобын ғана емес, екінші топпен, үшінші топпен жүргізу триангуляцияға жатады екен. Осы тұста біз мұғалім, журналист және мұғалім зерттеуші деп бердік Роза Гайдарына екеуміз. Осы тұста мұғалім, журналист пен мұғалім зерттеушінің айырмашылығын айта кетсек. Мәселен, сіз зерттеуші болғыңыз келеді. Сіз егер барып, бір сұрағыңыздың жауабын табу үшін, тек қана бір топтан сұхбат жүргізіп, тек сол сұхбатқа сүйене отырып белгілі бір тұжырымға келетін болсаңыз, онда сіздің тілшіден қандай айырмашылығыңыз қалды деген біз сұрақ қояр едік. Егер тек сұхбатқа сүйене отырып тұжырым жасайтын болсақ, біз ол жерде кішкене тілшінің деңгейінде деген тұжырымға келеміз. Ал зерттеуші не істеді? Зерттеуші ол сұхбатты бақылау арқылы тексереді. Сұхбаттан алынған деректерді ары қарай бақылау арқылы тексереді, немесе ары қарай жаңағы неше түрлі зерттеу құралдары арқылы. Болмаса құжатты бақылау деген зерттеу құралы бар, сол арқылы тексерсек те болады. Так, Азилхан, Түркістан облысы. Азилхан, қосылғаныңыз үшін рахмет бізге. Сол арқылы біз триангуляцияны жақсырақ тиімді жүргізуге
мүмкіндік алады екенбіз. Енді сіздерден сұрақ, зерттеуге қатысты триангуляцияның қандай түрлері бар деп ойлайсыздар? Жауаптарыңызды берсеңіздер. Біз жаңа айтып кеттік, неше түрлі топтармен сұхбат жүргізуімізге болады дедік. Сонда да қандай тағы да басқа сіздер түрлерін біледі екенсіздер? Жауаптарыңызды жаза кетсеңіздер. Триангуляцияның қай түрлерімен таныссыздар? Әрине, Роза Гайдаровна, әрине әрбір мұғалім зерттеуші болу қажет. Рахмет сіздің пікіріңізге. Триангуляцияның түрлеріне келетін болсақ, бұл жерде бірінші деректердің триангуляциясына келеміз. Бұл деректердің алуан түрлілігі. Өзіңіздің зерттеп отырған мәселеңіздің төңірегінде бір ғана адамның емес, мұғалімнің, мектеп көшбасшыларының, оқушының немесе ата-ананың көзқарасын білу. Яғни сіз сұхбатты тек қана оқушылармен жүргізіп қойсаңыз, бұл жерде ата-ананың ойы басқа болуы мүмкін. Дәл осы сіздің зерттеп отырған мәселеңіз төңірегінде мектеп басшылығының ойы басқа болуы мүмкін. Осы деректердің барлығын барынша тұжырымды ой жасау үшін деректер триангуляциясын қолдансақ, зерттеуіміздің тұжырымы да қорытындысы да тиімді болады екен. Зерттеушілердің триангуляциясы, әрине бір тақырыпты зерттеп жүрген зерттеушілер өте көп. Бір мәселені зерттеуге жұмылдыратын зерттеушілеріміз көп. Сол тұста біз ғалымдарды, эксперттерді, мұғалімдерді қатыстырсақ, мұғалімнің пікірі басқа, ғалымның пікірі басқа, эксперттің пікірі басқа болуы мүмкін. Осы көзқарастардағы алшақтық не үшін пайда болып жатыр? Немесе үшеуінің де көзқарастары бір-біріне ұқсас болуы мүмкін. Осы ұқсастықтар қалай орын алып жатыр? Әрине зерттеуші бұл жерде терең үңілу үшін мәселеге зерттеушілердің триангуляциясын қолдануы тиіс. Зерттеу әдістерінің триангуляциясы, оны жаңа вебинардың басында да айтып өттік. Біз өзіміздің жасап жүргізіп отырған зерттеуіміздің қаншалықты дәрежеде деректеріміздің қаншалықты сауатты жүргізіп жатқанына көз жеткізу үшін тек қана сұхбат алып қоймай, оны бақылау арқылы тексеруімізге, одан кейін құжаттарды бақылау арқылы тексеруімізге болады. Мәселен, сізге сұхбат барысында мұғалім кез келген бір тақырыпты алайық, бағалау тақырыбын ала салайық. Сұхбат барысында мен бағалауды жүргізген кезде мынадай қиындықтарға тап боламын деуі мүмкін. Ал сіз бақылау барысында ол қиындықтардың не себепті туындап отқанын сырт көзбен қарауыңызға болады. Яғни, немесе құжаттарды талдау барысында ол қиындықтардың көбіне не себепті пайда болатынын білуіңізге болады. Яғни, осы зерттеу әдістерінің триангуляциясы арқылы сіз нақты бір тұжырымға келесіз. Және соңғысы теориялар триангуляциясы. Сіз кез келген зерттеу барысында, кез келген тақырыпты зерттеу барысында, сіз бір ғана теорияға жүгінбейсіз ғой. Әртүрлі ғалымдардың көзқарасын білуіңіз қажет. Сондықтан бұл жерде әрине бізге теориялар триангуляциясы қажет болады. Бір ғана теориямен шектеліп қана қоймаймыз. Енді мен өзім 2017-2018 жылдары Назарбаев университетінде, біздің Астана қаласында білесіздер, Назарбаев университеті бар. Сол жерде магистратураны тамамдадым. Сол кезде біз 2 жыл бойы мен өзім қомақты өте үлкен ауқымды қамтыған зерттеу жүргіздім. Ол ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің қалыптастырушы бағалауға көзқарасы деген тақырыпта болды. Енді осы тақырып барысында мен өзімнің жеке тәжірибемен бөлісіп өткім келіп отыр. Сапалық зерттеуді таңдадым. Неліктен? Өйткені мен сол ағылшын тілі кафедрасының, ағылшын тілі әдістемелік бірлестігінің мұғалімдері қалыптастырушы бағалауды қалай түсінеді екен? Жалпы оны өздерінің тәжірибесінде қалай қолданады екен? Қандай қиындықтарға ұшырайды екен? Мен осы мәселелерге терең үңілу үшін сапалы зерттеуді таңдадым. Яғни сіздің қай зерттеуді таңдайтыныңыз өзіңіздің зерттеу тақырыбыңыздың мақсатына келіп саяды. Осының нәтижесінде интервью, құжаттарды талдау және бақылауды алдым. Мәселен, интервью кезінде мұғалімдер маған қалыптастырушы бағалауды қолдану кезінде мен балаға мынадай кері байланыс беремін деп айтқан жағдайлар болды. Дегенмен бақылау кезінде, сабақта бақылау кезінде кері байланыстың өте аз берілетіндігі, немесе кері байланыстың әр кезеңде берілмейтіндігі сияқты әртүрлі жағдайлар байқалып отырды. Осының арасында нәтижесінде біз зерттеу құралдарының триангуляциясын жасау арқылы осы қалыптастырушы бағалаудың төңірегінде қандай мәселелер орын алып жатыр екен, сол мәселелерді біз қарастырдық.
Енді ол жерде біз қатысушыларды таңдаған кезде қатысушыларды өзіміздің ойымызға қарай өзімізге ұнайтын мұғалімдерді таңдап алмаймыз ғой. Өйткені егер олай таңдайтын болсаңыз, сіздің зерттеуіңіз дұрыс нәтижелерге жетпеуі мүмкін. Бұл жерде мен мақсатталған таңдауды таңдадым. Жалпы ағылшын тілі бірлестігінде, әдістемелік бірлестігінде жұмыс жасайтын мұғалімдерді 2 топқа бөліп алдым. Және ол жерде 12 зерттеу қатысушысы болды. Әрбір зерттеушімен тереңдетілген сұхбат жүргізді. Тереңдетілген сұхбат көбінесе 40-50 минутқа дейін созылып отырды. 2 тобының бірінші тобында тәжірибесі мол ұстаздар болды, ал екінші тобында тәжірибесі аздау ұстаздар болды. Зерттеу қатысушыларында осылай 2 топқа бөлу арқылы ол тәжірибесі мол ұстаздар мен тәжірибесі аз ұстаздардың арасында қалыптастырушы бағалауда қолдануда қиындықтардың немесе тәжірибелерінің ұқсастығы немесе алшақтығы бар ма екен? Өйткені не дегенмен қалыптастырушы бағалау дегеніміз енді ғана енген, жаңадан енген, білім мазмұнына енген бағалау түрі емес пе? Олай болса, тәжірибесі мол ұстаздар да, тәжірибесі аз ұстаздар да ол бағалауды енді ғана қолданып бастаған жоқ па? Дегенмен, дей тұра, тәжірибесі мол ұстаздар оны терең меңгеріп кетті ме екен, оны жылдам меңгеріп кетті ме екен, әлде тәжірибесі аз болса да жас ұстаздар терең меңгеріп кетті ме екен деген сияқты мақсатталған таңдау жасау арқылы бұл мәселеге өте тереңнен үңіліп біз осы зерттеуімізді жүргіздік. Сол зерттеудің арқасында біз неше түрлі қорытындыларға, тұжырымдарға келдік. Жалпы мұғалімдердің қалыптастырушы бағалау жайлы көзқарасы оңды екенін түсіндік, дегенмен де қалыптастырушы бағалауда мұғалімдердің көптеген қиындықтарға ұшырайтынын білдік. Яғни менің зерттеуімнің нәтижесінде мұғалімдерге бір көмек көрсету, қандай қиындықтарға көбінесе ұшырайды екен осы мұғалімдер, және ол қиындықтарды шешу жолдары қандай, осы мақсатта жүргізілді. Енді біз бағана айтып кеттік, деректерді талдау барысында қазір ғылым мен технологияның дамыған заманы дейміз. Мәселен, мен 12 зерттеуге қатысушымнан 1 сағаттық сұхбат жүргіздім. Оның әрқайсысын мен компьютерға теріп шығуым қажет. Осы жерде маған қаншама уақыт қажет болады. Дегенмен ғылым мен технологияның дамыған дәуірінде бізге әртүрлі бағдарламалар бар ұсынылған. Соның біреуі Nudist, Ethnograph, Hyper Research дейтін бағдарламалар. Бұл бағдарламалардың бір жақсы жері, мен жаңа сандық зерттеуге SPSS бағдарламасын айтып кеткен болатынмын. Сіз мәселен сандық зерттеуді алатын болсаңыз, алынған сандық статистикалық нәтижелеріңіздің бәрін сол бағдарламаға енгізесіз. Корреляция деген формуланы бассаңыз, автоматты түрде сізге корреляцияны шығарып береді. Пайыздық алшақтық деген формулаға бассаңыз, сізге автоматты түрде пайыздық алшақтығын шығарып береді. Соның нәтижесінде сіздің оқушыларыңыздың жаңағы 90-дық бағасы мен жылдық бағасының арасындағы пайыздық көрсеткіш, оның өзін сіз қолмен есептеп отыру қажеттігі туындамайды. Және мына бағдарламаларда 1 сағат бойы жүргізген сұхбаттарыңызды компьютерде терген кезде өте ұзақ уақыт кететін болғандықтан, бұл бағдарламаларға сіз аудио жазбаңызды салып жіберсеңіз, автоматты түрде аудио жазбаларыңыз сізге компьютерде терілген күйде шығады екен. Яғни бұл бағдарламалар арқылы сіз осындай жеңілдіктерге ие бола алады екенсіздер. Және вебинарымыз соңына таяп қалды. Осы вебинардың соңында сіздерге айта кететін бір жаңалығымыз бар. Роза Гайдаровна екеуміздің, бұл Назарбаев университетінің магистратура бөлімі. Мен айта кеткенім, бұл мұғалімдерге арналған магистратуралық бөлім. Бұл жерде сіздерге ешқандай жұмыстан шығуға қажеті жоқ. Жұмыстан жаңағы кетудің қажеті жоқ. Дистанционды, яғни дистанционды қашықтықтан оқисыз. Оның талаптарының бәрі admissions.nu.edu сайтында жазылған. Бір ғана шарты, ол ағылшын тілін меңгеру керек, және мотивациялық ұсыныс хат алуыңыз керек екен. Бұл жерде егер сіз грантты ұтып алатын болсаңыз, ай сайын 100 000 теңге стипендия алып отырасыз. Оған қоса сіз жұмысыңыздан ешқайда кетпей, жұмыс орнынан алшақтамай, зерттеу бұл магистратурасы бөліміне түсу арқылы сандық және сапалық зерттеулерді терең меңгеріп шығатын боласыз. Өйткені магистратураның бұл бөлімі білім беру саласын басқару деп аталынады, және болашаққа зерттеуші мұғалімдерді дайындап шығарады. Біздің сағатымыз таяп қалыпты. Олай болса, мен келесі минуттарды сіздерге сұрақ-жауапқа қойсам деп отырмын. Біз сіздермен кішкене сұрақ-жауап талқыласақ, сіз қазақ тілінде жүргізілген аудио жазбасын аталған бағдарламаларға жүктесек теріп бере ме?
осы сұрақ кішкене қалай айтсам екен, біз өзіміз ағылшын тілінде жүргізгеннен кейін ағылшын тілінде ешқандай қатессіз аудиожазбаны жазып береді, өйткені ағылшын тіліндегі бүкіл бағдарламалар өте дамыған. Ал енді қазақ тілінде біршама қиындықтарға кезігеміз, дегенмен бұл бағдарламалар дамытылу үстінде. Қазақ тіліндегі барлық сұхбаттарды қатесіз жазып береді деп айта алмаймын, өйткені бағдарламалар әлі толық дайын болған жоқ. Дегенмен сіз ағылшын тілінде зерттеу жүргізетін болсаңыз, ешқандай қиыншылықсыз аудио жазбаңызды дайын түрде алатын боласыз. Сұрағыңызға рахмет. Осы ресурстарды бөлсеңіз дейді. Я қазір вебинарымыз соңына келген кезде сіздің оң жағыңызда скачать материалы деген шығады. Сол материалды басатын болсаңыз, сіз біздің слайдымызды өзіңізге жүктеп алуыңызға болады. Сіздерге үлкен рахметімді айтқым келеді, көп мәлімет ала білдік дейді. Айжан, сіздерге де рахмет. Жансұлу, Сәуле апай, және біздің сұрақ қойған администраторымыз, сіздерге сұрақ қойғандарыңызға үлкен рахмет. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, онда біз бүгінгі вебинарымызды тамамдаймыз. Сіздерге белсенді ат салысып, сұрақ жауап беріп отырғандарыңызға үлкен рахмет.